Түркістан облысы бас санитарының соңғы қаулысына сәйкес сауда қатарлары, яғни базарлар демалыс күндері жұмыстарын тоқтатуы қажет болатын. Алайда Келес ауданы Абай ауылының қақ ортасында жағдай басқа. Сатып алушы мен сатушының арасында алыс-беріс қызып тұр. Бұл жағдайға себеп аталған азаматтарға түсіндірме жұмыстарының дұрыс жетіп бармағаны ма, әлде әкімдік мамандарының өз жұмысына селқостық танытуы ма? Жауап алдағы бейнесюжетте. Қазақстанда COVID-19 пандемиясының бұрын соңды болмаған көрсеткіші орын алуда, ал жауаптылар азаматтардың қатынасын шектеу арқылы белгілі бір нәтижеге қол жеткіземіз деп үміттенуде. Қойылған кедергілер мен айтылған тыйымдарды естір құлақ жоқ па? Әйтеуір Абай ауылында сауда қызған үстіне қыза түскен. Базар толық жабылғанымен жол жағасындағы сауда қатарлары жұмысын жалғастыруда. Мұнда келген мобильді топ мүшелері дереу дүңгіршектерді жаптыруға кірісті. Абай, сіздерге өтпей ма, сізге каждый жеге барып айту керек па не, әрқайсыңызға? Ал, жина, ал, әрқайсыңызға барып айтамыз ба? Жұмысын жалғастырған мамандар автотұраққа беттеді. Ал ондағы меншік иелері бізге ескерту келген жоқ. Соңғы шыққан қаулыдан бейхабармыз деді. Ну не надо тогда вот сразу наезд үйтіп айтып, пишите, үйтіп, зачем күшейе береді? Әкімшілікте отырса болды ма, ол вообще говорит, что? Ескертпеген болса кешірім сұраймыз. Айқайшы қажет жоқ. Тіліміз бар ма? Ереке, мынау кісіге түсіндіріңіз. Болды. Сен шыққан, сен оқымайсың деп, неге сен таныстырмадың? Демалыс күндері жұмыс жүргізбеңіздер дегеннен хабарымыз жоқ деп шағымын айтқан азаматтарға жергілікті әкімдік мамандары бір аптадан бері Абай ауылы аумағында түсіндірме жұмыстары жүргізіліп жатқанын жеткізді. Қазір таңда мынау індеттің өршуі жоғарылап кетті. Қазақстанның барлық аймағында, бізде Түркістан облысынан басқа барлық аймақ қызыл аймаққа енген. Соған орай жаңа қаулы шықты. Бізде Түркістан облысы бас мемлекеттік санитарлық дәрігерінің қаулысына сәйкес сенбі жексенбі азық-түлік дүкендерінен басқа барлық базар, ашық базар, жабық базарлардың бәрі жұмысын тоқтатқан, дүкендердің бәрі. Соған сәйкес қазіргі таңда біз түсіндіру жұмыстарын жүргізіп жатырмыз. Базар егелеріне, көшеде сауда жасап жүрген саудагерлерге барлығын түсіндіру жұмыстарын жүргізіп, сенбі жексенбі жұмыс тоқтатуға шақырып жатырмыз. Мына жерде бізде екі базардың егесіне түсіндіру жұмыстары жүргізілген. Өзімізде келіп жаңа біздің аудан жаңа аурухананың жаңа врачтарымен келіп түсіндіру жұмыстарын жүргіздік. Вакцина салуға да түсіндіру жұмыстарын жүргіздік. Шаруаның соңында сауда қатарлары жабылды. Дегенмен де сауданың болмауы індеттің жолын бөгейді деп айта алмаймыз. Ол үшін жеке бастың сақтығы мен бетперделік тәртіпте аса қажет екені сөзсіз. Мейірхан Бақчанұлы, Ережеп Тұрғынбайұлы, Сәт телеарнасының жаңалықтар қызметі.